Сәлематсыздар ма, құрметті ағайындар, құрметті қазақ елі. Бүгінгі үлкен жиынға жиналған зиялы қауымның өкілдері, аталарымыз, ағаларымыз және де осы жерде отырған әжелеріміз. Мына құрылтайды, былтырғы құрылтайында мен қатыса алмадым, бірақ биылғы құрылтайына арнайы келіп отырмын. Жалпы бұл билер қауымдастығы деген дүниені қолдаймын. Бізге керек дүние бүгінгі күні. Өйткені қоғам арасында болып жатқан мынандай қолайсыз дүниелер бар. Қоғам арасында болғанда тәрбие жөнінде әрине оны сызып айта аламын. Өйткені біз бүгінгі күні біздің қоғамда әкелік мектеп, яғни отцовская школа деп айтамыз. Әкелік мектептің қазір құрдымға кеткенін көріп отырмыз. Сол әкелік мектептің кетіп қалғанның арқасында бүгінгі күні кішкентай бозбалаларымыздың барлығы ылбыраған, не киіз емес, не мүйіз емес сияқты балаларымыз өсіп, сондай не арғы елде жоқ, не бергі елде жоқ болып өсіп жатқан балаларымыз әскерге барып, әскерден ары қарай болмашы бір дүниеге өз-өздеріне қол жұмсап жатқандар да бар. Бірақ әскердегі жағдайға бөлек тоқтаймын. Жалпы жаңа кешелі бері тыңдап отырмын, үкіметтің, мемлекеттің ісіне араласпаймыз деп жатырсыздар. Бірақ ол сөзбен мен келіспеймін. Өйткені біз араласпай, осы уақытқа дейін, мен бұл қоғамдық жұмысқа 2020 жылы қыркүйек айынан бастап кірістім. Не үшін? Өйткені сол күні, 20 қыркүйек күні, парламентте мәжіліс депутаттарының 107 депутаттың қолдауымен, дауыс беруімен отбасындағы зорлық-зомбылыққа қарсы іс-қимыл туралы заң жобасы өтіп кете жаздады. Сол күні 107 депутат қол қойып өтіп кетті. Екінші оқылымға ары қарай өтіп, бір аяғымен ары қарай аттап тұрған кезінен бастап біз кірістік. Октябрь айының 3 октябрьде біз бірінші конференциямызды ұйымдастырып, сол жерде сол күннен бастап біз міне октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль айында 5 ай деген кезде біз сол заңды тоқтаттық. Қалай тоқтаттық? Не үшін тоқтаттық? Оның ішінде балаға қатысты. Міне, егер сол кезде қоғам болып қатыспасақ, сол заң ары қарай кіріп кететін еді. Ол заңның ішінде 5 бап, 11 тармақ салт дәстүрге тыйым салыну бабы болған. 5 бап, 11 тармақ. Міне ол құжат бар, бізде тарихи құжат қылып қойып қойдық. Егер де сол заңға біз қоғам арасынан жай ғана ата-ана болып кіріспесек, сол заң өтіп кететін еді. 41 бап бойынша, сол заңның 41 бабы бойынша кез келген баласына тәк деген ата-ананы психдиагностикаға алып кететіндей бап болған. Яғни ешқандай комиссия, экспертиза, тағы да басқаның барлығын жаңағы шолып өтіп, тікелей мына участковыйлар келіп, сол жерден защитное предписаниені 3 айға сол үйден әкесін шығарып жіберетіндей құжат дайын болатын еді. Сол заңның ішінде. Сол 49 баптан тұратын заңның ішінде мен тек қана сіздерге ең өзекті салт дәстүрді ғана алып отырмын. Сол бір салт дәстүрге тыйым салынғаны үшін бүкіл қазақта оятуға тура келді. Қалай ояттық? 5 ай бойы, міне, біз ол кезде ешқандай мекеме емеспіз. Жай ғана Қазақстанның бұрыш-бұрышында жүрген ата-аналар болатынбыз. Мен өзім жеке басым, өз қалтамнан қаржымды шығарып тұрып, пойызбен, самолетпен жеткен жеріме дейін бардым. Депутаттардың әрқайсысын, жаңағы мәжіліс депутаттардың әрқайсымен кездесіп жүріп мен, мына аға, мына заң, мына жердегі, мына 5 бап пен 11 тармаққа қалай қол қойдыңыз деп мен біраз мәжіліс депутаттарына сұрақ қойдым. Сондағы сол депутаттардың жауабы, біз дейді, не үшін қалай қол қойдық, қалай дауыс бердік? Бізге сол жердегі 107 депутатты шыргөбелек айналдырған 5 депутат бар. 5 депутатты біз кәдімгідей кейін ата-аналар қоғамы болып тіркелгеннен кейін көрсеттік халыққа. Сол депутаттар бүгінгі күні әлі мәжіліс депутаты болып отыр. Бұл заң болсы, егер де біз қоғам болып шырылдап, ата-аналар болып шырылдамасақ, сол заң өтіп кететін еді. Ал енді ол заңның ішінде біздің қазақи болмысымызға, салт дәстүрімізге, біздің тәлім тәрбиемізге тікелей балта шабатын заң еді. Қараңыздар. Ал егер де сол заңды біз шан жақтан шырылдап шықпасақ,
ол заң екінші оқылымнан өтіп, бүгінгі күні сол заң жұмыс істеп отыратын еді. Ал ол заң қалай жұмыс істейді? Третье лицо дейді. Анонимный звонок бойынша кез келген үшінші адам сіздің, яғни мына ағаның танитын үйінің адресін білетін аға бір кісі, сізге тісін қайрап жүрген бір кісі болып, сізге анонимный звонокпен жай ғана звондайса, пәленшенің үйінде, мына пәленшесінші үйдің жаңағы ішінен баланың жылағаны ылғи естіледі. Соған қарағанда осы үйде баласын ана әкесі шешесі ұрады ғой дейм деп, жай ғана болжаммен звондап хабарласса, сол жерге жаңағы бүкіл бригада, бүкіл әкімшілік, жаңағы органы опеки, участковый барлығы келіп, сол жерден предписание жазып кетуге хақысы бар еді, егер сол заң өтіп кеткенде. Ал енді оны біз шырдамасақ, қоғам болып айтпасақ, заң өтіп кетеді. Сондықтан мемлекеттің жұмысына әр заңның қандай заң қай жерде қаралымда тұр, қай жерде қоғаммен пікірде тұр. Parlam.kz деген сайт бар. Parlam.kz деген сайттың ішінде әр қайсыңыз азамат, әр хат танитын, мына телефонды, компьютерді аша алатын адам Parlam.kz-тен бүгінгі күні қарап аңдып отыру керексіздер. Жаңағы қоғамдық пікір таласта тұрған заңдардың барлығын қарастырыңыздар. Мен бір заңды айтып кетейін. Сол жылы 2020 жылы 07.07, яғни 7 шілде күні қандай заң қабылданды? Жыныс ауыстыру заңы қабылданды. Міне, ол кезде қай кезде өздеріңіз естеріңізге түсіріңіздер. 20 шілде күні біріміз өліп, біріміз тірі қалып, көшеде дәріздеп біз байбалаң салып жүрген кезде біздің ұлтымызға маңызды заң өтіп кетті. 21 жастан жоғары жыныс ауыстыру заңы қабылданып кетті. Міне, егер де біз сол кезде білсек, естісек, біз кіріссек, әрине бұл заңды қабылдатуға біз мүмкіншілігіміз бар еді. Ал енді мына бүгінгі айтайын деп отырған жаңалығым, осы қыркүйек айынан бастап, биылғы 22 жылда мектеп қабырғасына глобальный компетенции деген сабақ кіріп жатыр. Міне, глобальный компетенции деген сабақты мен мына жерде арнайы мына экрандар жасаса, экранға шығарайын деп едім. Экран жоқ екен, жаңағы істемей тұр. Енді қараңыз, бұл жерде глобальный компетенция деген сабақ 5 пен 9-ның арасында өтейтін сабақ. Сабақ болғанда әзірше факультатив, яғни әлі заңды түрде пән болып кірген жоқ. Пән болып кіріп кететін болса, ол кәдімгі расписаниемен кіретін сабақ. Мынаны қараңыз, мынаның ішінде мен бір ғана дүниені айтып оқиын. Мына жерде гендер – это социальная структура, обозначающая особенности поведения социальных стратегий дейді. Енді мына жерде тағы да бір жерде былай деп жазып қойған. Қазір мен сізге жалпы гендер деген сөздің ұғымын түсіндіріп берейін сіздерге. Бізде көбіміз гендердің не екенін білмейді, аса мән бере бермейді. Гендер деген в некоторых случаях дейді, понятие гендер ошибочно используется как синоним пол дейді. Көрдіңіздер ма? Енді қазақшасына аударатын болсам, гендер деген сөзді кейбір жерде қателес ұғыммен жыныс деп қабылдайды деді. Яғни гендер деген жыныс деген сөзді білдірмейді деген сөз. Түсіндіңіздер ма? Жыныс дегенде гендер деген жыныс, бірақ биологический жыныс болады. Биологиялық жыныс ол бізде табиғат бойынша біз әлемге еркек, әйел болды. Бізде үшінші жыныс жоқ. Ал мына жерде гендер деген ұғым бұл әлеуметтік жыныс. Сіздер осының аражығын жақсылап түсініп алыңыздар. Гендер деген сөз әлеуметтік жыныс, яғни еркек, әйел, гей, лесбиянка, трансвестит, трансгендер, бисексуал, агендер тағы да кете береді. Енді осының ішінде агендер деген сөз бар. Агендер деген ол жоқ деген сөз, гендер деген жыныс деген сөз. Яғни агендер деген жынысы жоқ деген сөз. Мына глобальный компетенция деген сабақтың ішінде агендер дегенде ұғым бар. Яғни сен әлі жынысың жоқ деген сөз. Шетелде, Европада, батыста жыныс туралы мына гендерді олар алға қойған. 11 жасқа дейін балаға қазір тіпті блокатор беретіндей жағдайға келді. Блокатор деген гормон береді. 11 жасқа дейін мына ер жігіт жаңағы өзінің
ұрықтары созревать етеді, қыз баланың өзінің ұрықтары созревать етеді. Соны 11 жасқа дейін блокада жасайды. Сондықтан мен қазір гендер деген мәселенің аражығын ашып сіздерге түсіндірейін деп отырмын. Егер мынау аға, ата, мына дүние қазір мектеп қабырғасында болып жатқан дүние, сіздің немерелеріңіз оқып жатқан дүние. Ертең күні сіз осындай сабақпен балаңыз, немереңіз өзіңізге жау болатын бала өсіресіз, түсінесіз ба? Сондықтан сіздер билер алқасында, ата-аналар қоғамында, кез келген қоғамның барлығы біз қазір мектептегі балалардың сабағына да мән беретін заман қазір. Барлығын сеніп қоятын жоқ. Сондықтан мына гендерный роли дейді. Гендерный роли деген жар мына жерде. Яғни агендер дегенде түсіндірейін, блокаторды, мен сөзім үзіліп қалды. Блокатор деген гормональный дәріні береді баланы 11 жасқа дейін. Яғни ол бала агендерный дейді. Агендерный деген жынысы жоқ әзірше. 12 жастан ары қарай ол бала өзі шешеді. Мен қыз болам ба, жоқ ұл болам ба? Ұл болатын болса, егер ол бала қыз бала болып туылған болса, 12 жастан ары қарай шешілгеннен кейін ол қыз баланың ұрығын көбейтетін дәрілерді, гормондарды ішеді да, ары қарай жыныс мүшесін өзіне тігіп алады. Ал егер ұл бала болып туылып, ол 11 жастан ары қарай қыз бала болам десе, жынысын кесіп алып тастайды да, ары қарай қыз баланың гормоны ішіп, кеудесін өсіріп, шашын өсіріп, қыз бала болады. Міне, бүгінгі күні, бүгінгі батыстың, Европаның, Скандинавия мемлекеттерінің саясаты осы. Енді сіздер мынадан іштенке байқап отырған жоқсыздар ба мына құжаттан? Бұл сабақ бүгінгі күні Қазақстан мемлекетінде 42 айынан бастап глобальный компетенция сабағының ішіндегі дүние. Сіздер қорқпайсыздар ма осындай дүниеге біз келеміз деп? Сондықтан мен бұл жерге кез келген дүниеге сіздерде біз ата-аналар одағы республикалық қоғамдық бірлестік болып тіркеліп, ресми түрде, заңды түрде жұмыс істеп жатырмыз. Бүгінгі күні біз парламентте мәжіліс депутаттарымен бірге бірнеше жұмыс топтарына ішіне кіріп алып, осы халыққа жеткізбей, сол жерден балтазымен шауып отырмыз. Осы халыққа мынандай кері дүниелерді жеткізбеу үшін. Ұсынысым бұл жерде, мен бүгін қазір мына жерде хатты жазып, өш жерден тірідей, живой подпись дейді ғой. Живой подписпен министр образования, білім министрлігіне хат жазамыз осы жерден. Мынау гендер сабақ, мына гендерный компетенция деген бұл не сабақ? Бұның авторы кім? Бұл пәнмен сіздер біздің жастарымызға, біздің балаларымызға нені беріп, қандай мақсатпен бұндай сабақты беріп отырсыздар? Нәтижесінде сіздер қандай осындай сабақтан кейін отанын сүйетін жігерлі жастарды өсірем деген сізде дәлелденген жаңағы ғылыми дәлеліңіз бар ма? Әйтпесе, дәл қазір бізге мынандай сабақ емес, бізге абайтануды үйретсін, бізге ұлттық дүние танымды үйретсін, бізге мына өзіміздің салт дәстүрімізді үйрететін тура сондай факультатив сабағын мектепке кіргізсін. Сондықтан осы жерде отырған баршаларыңыз қол қойып, мына жерде қазір А4 қағаз қоямыз, осындай хатты министрге осы жиынның жаңағы резолюциясы ретінде және де министрге осындай сұрақтармен ғана хат кетеді. Ал одан кейін қағаз жүзінде министрдің жауабы келу керек. Бұл сабақ қайдан шықты, не үшін шықты, қандай мақсатпен беріп отыр, және де бұның ішінде қандай ғылыми дәлелденген негіздер бар. Біздің мемлекетке, егер олар, мен түсініп отырмын, олар батыстың ғалымдарын негізделген деуі мүмкін, бірақ бізге батыстың басқалардың қаңсығы бізге таңсық емес. Біздің өзіміздің білімімізде, өзіміздің тереңдігімізде, санамызда жетеді өз баламызды қалай тәрбиелеуге.